Қайырлы күн, достар. Біз бүгін Alipay приложениесіне қалай тіркелуді үйренетін боламыз. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар, түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Бірінші Alipay приложениесін App Store немесе Play Market'тен жүктеп алуымыз қажет болады. Жалпы Alipay дегеніміз не дейтін болсаңыздар, ол дегеніміз Қытайдың Каспий Голд секілді. Alipay'ді жаңағыдай төлем юань толтыруға болады, юань жіберуге болады. Каспий Голд карточкаңызды тіркетсеңіз болады. Alipay'ге Каспий Голд карточкаңызды тіркеу арқылы сіз пойызында жаңағыдай заказ пойызынан прямой Каспий Голд картамен төлем жасай аласыз. Тағы айта кететін болсақ, егер жаңағы Pinduoduo, Taobao тағы да сайттар бойынша төлейтін болсаңыз, Alipay'де жаңағы процентсіз төленеді, юань толтыруыңыз қажет болады. 1688 сайтына тек Alipay'мен ғана төлем жасай аласыз. Жалпы Alipay туралы Google-дан қарап оқып шығыңыз, міндетті түрде, себебі бұл Қытайдың жаңағыдай маңызды сайттарының бірі болып табылады. Каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер, ақпарат пайдалы болса достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Міне Alipay приложениесі жүктелді бізде. Ашасыздар. Оңай, өзіңіздің телефон номеріңізбен тіркеле бересіз, ешқандай қиындығы жоқ. Міне осы сіздерде жазу шығады, соған келісемін, экрой дегенде басасыздар, яғни жаңағыдай Alipay'дың ережелерімен келісемін дегенде, мұнда өзіміздің Қазақстанның кодын таңдап алу қажет болады. Міне Қазақстанға барасыздар, бөлшетін басасыздар, мұнда телефон номерлеріңізді жазасыздар. Next дегенді басамыз. Экрой келісемін. Бұл жерде де жаңағыдай келісемін. Жаңағы Alipay'дің ережелерімен осылай 6 цифрлы код келеді номеріңізге. Сонымен кіресіздер. Қазақстанды таңдайсыздар. Міне Alipay'ге тіркелу осымен бітті. Alipay'ге тіркелдіңіздер. Бірақ Alipay'дің бір ережесі бар. Сіз верификациядан өтуіңіз қажет болады. Ол үшін міндетті түрде загранпаспорт қажет. Паспорт жаңағыдай удостоверение бола ма деген жағдайда болмайды. Блокқа кетіп қалуыңыз мүмкін, немесе жай қабылдамау мүмкін. Мен видеода көрсетіп жатқандай басасыздар. Осылай верификациядан міндетті түрде өтіп аласыздар. Содан кейін Alipay арқылы төлем жасай бересіздер. Міне жаңағыдай қазір верификациядан өтем дейсіздер. Мұнда жаңағы бірінші тұрған скан деп тұрғанды басып, загранпаспортыңызды алып келесіз. Сол кезде өзі сканировать етеді. Мұнда астында тұрған жерге автоматтом өзі жазулар шығады. Яғни паспортыңыздағы данные немесе өзіңіз қолдан толтырсаңыз болады. Аты-жөніңізді жазасыз. Паспортта қалай жазылған, паспорт номері, қай кезде берілді, және қай уақытқа дейін жарамды деген сияқты. Астында байқасаңыздар, submit деген кнопка тұр. Ол сіз бәрін дұрыс толтырған кезде көк болып жанады. Соны басасыздар. Міне мұнда мен жаңағыдай қалай сканировать еткенді көрсетіп тұрмын. Скан жасасаңыздар болады, немесе егер телефондарыңызда фотосы болса, жай астындағын басып, фотоны қою дегенді бассаңыздар болады. Енді барлығын жасап болған соң submit дегенді басасыз, көп кнопканы сізге осындай жер шығады. Яғни сол паспорт кімдікі, дәл сол кісі өзінің түрі Face ID арқылы тексеруден өтуі қажет. Мына verify now дегенді басасыздар, яғни дәл қазір верификациядан өтем деген. Содан сіздерде
загранпаспорттарыңыз осы Alipay приложениесіне қосылады. Оны қалай тексересіздер? Міне мынау өзіңіздің аккаунтым деген жерден настройкаға кіресіз. Бірінші тұрған аккаунт және security деген бар, соған кіресіздер. Осы жерде міне байқасаңыздар идентификация туралы информация деген жерде міне сіздерде яғни верификациядан өтті деп тұрады.